Кейбір балалар айқайламайды. Кейбір балалар шағымданбайды. Кейбір балалар жай ғана үнсіз қалады. Бірақ олардың үнсіздігі бәрі дұрыс деген сөз емес. Кейде бала жүрегінде ешкім білмейтін ауыр сыр жатады. Ата-анасы жанында болғанымен өзін жалғыз сезінген сәттер болады. Бүгін мен сіздерге бір ғана кеш туралы айтып беремін. 1 сағаттық жол туралы. Және сол 1 сағат 10 жастағы қыздың өмірінде қаншалықты ауыр із қалдырғаны туралы. Бұл оқиға бірнеше жыл бұрын қазақ жерінде болған. Өкінішке қарай мұндай жағдайлар бүгінде кездеседі. Жүрекке өмірлік жара салған 1 сағаттық жол. Жаз мезгілі, тау бөктері, таза ауа, тамаша табиғат, айнала жасыл, аспан ашық боп, жел жеңіл соғып тұр. Осындай күні табиғатқа шығу әр бала үшін үлкен қуаныш. Сол күні де бір отбасы жақын адамдармен бірге тауға демалуға шыққан. Әкесі, анасы және емізулі баласы бар нағашы әпкесі, сонымен қатар 2 жасар сіңілісі және әкесінің досы. Олардың арасында 10-11 жастағы бір қыз бала бар еді. Ол бұл күнді ерекше қуанышпен күтті. Тауға шығу, тамаша табиғатта серуендеу. Отбасымен бірге уақыт өткізу. Бала үшін бұдан асқан бақыт бар ма? Басында бәрі керемет болды. Үлкендер дастархан жайды. Шай ішіліп тамақ желінді. Түрлі әңгімелер айтылып күлкі көп болды. Балалар айналада ойнап жүрді. Уақыт өте келе дастархан үстінде ішімдікте көбейді. Алғашында ешкім мән бермеді. Демалыс қой 1-2 бокал ештеңе етпейді деп ойлаған шығар. Бірақ уақыт өткен сайын дауыстар қатая бастады. Сөздер өзгеріп, ұят кетіп, күлкі де өзгеше естілді. 10 жастағы қыз ішінен бір түрлі мазасыздық сезді. Балалар көп нәрсені түсінбесе де көңіл күйдің өзгергенін сезеді. Ол үнсіз ғана айналаға қарап отырды. Кеш батып тау бөктерін қараңғылық басты. Жиналатын уақыт келді. Үлкендер асығыс жинала бастады. Әкесі мен анасы, әпкесі де біраз масайып қалған еді. Олар теңселіп жүріп көлікке отырды. Әкесі рөлге отырды. Жанында оның досы. Артқы орындарда анасы алдында 2 жасар қызы мен 10 жастағы қыз және емізулі баласымен нағашы әпкесі. Көлік қозғалды. Үйге дейін шамамен 1 сағаттық жол. Алдыңғы орындықта отырған ер адамдар дабырлап сөйлеп отыр. Кейде күледі, кейде айқайлайды. Әкесі көлікті бірде тез, бірде баяу айдайды. Көлік жолда шайқалып келеді. Артқы орында отырған қыз үнсіз отырды. Ол үйге тез жетуді ғана ойлады. Бір кезде алдыңғы орындықта отырған ер адам қолын артқа созды. Алғашында қыз оны байқамағандай болды. Бірақ бір сәтте сол қол оның аяғына тиді. Қыз селк ете қалды. Ол ер адамның қолын итерді. Бірақ қол қайта келді. Бұл жолы анық. Ер адамның қолы қыздың аяғын сипалай бастады. Қыз қатты ыңғайсызданды. Ол тағы да қолды кері итеріп еді, шамасы келмеді. Әлгі адам қолымен кішкентай қыздың санын сипалап, өзінше мәз болып отыр. Қыз бір жаққа жылжығысы келді. Бірақ орын тар. Анасы қозғалғанын сезіп, тыныш отыршы, жыбырлай бермей деді. Бұл сөз қыздың жүрегін ауыртты. Анасы дәл қасында отыр. Бірақ қыз өзін жалғыз сезінді. Алдыңғы орындықта отырған ер адам қолын тағы артқа созды. Бұл жолы да тоқтамады. Қыздың кішкентай қолы оны тоқтатуға тырысты, бірақ шамасы жетпеді. Әкесіне айқайлағысы келді. Бірақ әкесі мас, жылдамдықты бір азайтып, бір көбейтіп көлікті шайқап айдап келеді. Қыз қорқып, сан алуан ойларға ерік берді. Айтсам не болады? Ұрыс басталса ше? Көлік апатқа ұшыраса ше?
Сол сәтте 10 жастағы бала өзін әлемдегі ең жалғыз адамдай сезінді. Көзінен жас ақты, үнсіз жылап, жүрегі ауырсынып келеді. Бірақ ол дыбыс шығармады. Ақыры көлік тоқтады. Олар үйге жетті. Әкесінің досы ештеңе болмағандай бірінші болып жолдан түсіп қалған болатын. Қыз да өз үйіне келді. Сырттай бәрі қалыпты сияқты. Бірақ оның ішінде бәрі өзгеріп кеткен еді. Сол түні ол ұйықтай алмады. Көзін жұмса, көліктегі сәт қайта еске түседі. Ол анасына айтқысы келіп еді, бірақ батылы жетпеді. Әкесіне айтқысы келді. Бірақ сенімі жоғалғандай болды. Ол үндемеді. Сол үнсіздік жылдарға созылды. Бала жүрегі өте нәзік жаратылыс. Бала ата-анасын өзінің ең үлкен қорғаны деп біледі. Ал сол қорған бір сәтке әлсіресе баланың сенімі де шайқалады. Сол күннен бастап қыздың ата-анасына деген сенімі бұрынғыдай болмады. Ол оларды жақсы көрді. Бірақ бұрынғыдай толық сенбеді. Кейде балалар өздерін кінәлі сезінеді. Мен неге айтпадым? Мен неге айқайламадым? Бірақ шындық біреу. Бала ешқашан кінәлі емес. Жауапкершілік әрқашан үлкендерде. Құрметті ата-аналар, балалар бәрін айта бермейді. Олар көбіне сізді ренжіткісі келмейді. Ұрыс болғанын қаламайды. Өздерін кінәлі сезінеді. Бірақ олардың жүрегінде сіз білмейтін қаншама сыр болуы мүмкін. Шындық бір кештік. Ал баланың сенімі өмірлік. Қанша жерден дос болса да бөтен адамға толық сенуге болмайды. Бала аманат. Оны қорғау әр ата-ананың міндеті. Бәлкім сол көлікте отырған 10 жастағы қыз қазір үлкен әйел шығар. Бәлкім ол сол түн туралы ешқашан ата-анасына айтпаған шығар. Ал әкесі бәлкім мен балаларымды әрқашан қорғадым деп ойлайтын шығар. Бірақ шындық басқа. Сол түні оның қызы жанында отырып үнсіз жылады. Егер дәл қазір сіздің балаңыз жаныңызда отырса, оған қарап сұраңыз: сен менің жанымда өзіңді қауіпсіз сезінесің бе? Жауабын мұқият тыңдаңыз. Өйткені кейбір балалар айқайламайды. Олар жай ғана үнсіз өсіп кетеді. Ал бала жүрегіндегі үнсіз жара жылдар бойы сақталады. Ойланайық. Аманаттарымызға қиянат жасамайық. Бұл өмірімізде болған бір ғана оқиға. Осыған ұқсас тіптен бұдан да қорқынышты оқиғалар болып жатады. Сақ болайық. Осы бір оқиға біреуіңізге жай ғана бір оқиға, ал біреуіңізге өмірлік сабақ болуы мүмкін. Осындай өмірлік оқиғалармен бөлісетін каналымызға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Жаңа өмірлік шығарылымды жіберіп алмау үшін қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.